Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, дәмі тіл үйіретін пирожкилар жасаймыз. Бізге керегі жылы сүт қоспай, жылы суға илесеңіздер де болады. Қамырды, қантымызды, тұзымызды қосып ерігенше араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Дрожжымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетіне сұйық майымызды құйып, 4-5 қайтара басып шығып, көтерілуге бетін жауып қоямыз. Салмасын мен қуырдақ сияқты қуырып алдым. Сіздер өз қалауларыңызша салмасын жасасаңыздар болады. Өкінішке орай менде түспей қалыпты. Блендермен бәрін майдалап езіп аласыздар. Қуырып болғаннан кейін қамырымыз көтерілді. Қамырымызды көз мөлшермен немесе мен сияқты таразбен бөліп аласыздар. Менде 10 дана қамыр шықты. Қолымызбен жұқартамыз қамырды. 2 қасық салмасын саламыз. Қамырымызды түйіп шығамыз. Пирожкидің көлемінде істейміз. 5 пирожкиді пеште пісіріп, 5-еуін қуырайын дедім. Бетіне жұмыртқамызды жағамыз. 180 градуста 15 минут пісіріп алдым. Қалған пирожкилерді майға қуырып алдым. Осымен пирожкиларымыз дайын болды. Ас болсын.